Құрметті салық төлеушілер, дәл қазір 200 форма бойынша бірінші квартал 2025 жылға тапсыратын боламыз. Ең алдымен кабинет налогоплательщик яғни салық төлеушінің кабинетіне кіреміз. ЭЦП бойынша кіру. ЭЦП ключ қай жатыр, соны таңдаймыз да паролімен кіреміз. Кіргеннен кейін настройка дегенге басып, настройка список форм дегенді басамыз да 2025 жылды таңдаймыз. Оның ішінде 200 форманы таңдаймыз. Бірінші квартал 2025. Егер де сіз бірінші тапсырып тұрған болса, первоначальный болады. Егер де келесілер, мына очередноймен таңдаймыз. Резидентті таңдаймыз, себебі Қазақстан Республикасының азаматы. Мен жағдайымда жұмысшы жоқ, сондықтан 0 деп қоямыз. Структурный подразделение менде жоқ, сондықтан нет деймін. И бірінші приложениені толтыратын боламыз. Екінші страницасын өтеміз. Бұл жерде свою пользу дегенді таңдаймыз. Мінекей 200.0004 дегенді 8500 пенсионный фондқа 8500 теңге деп жазамыз. Себебі 85 000 теңгенің 10%, яғни МЗП, минимальный зарплатаның 10%. 0,9 дегенді жазамыз. Бұл жерде 4250 теңге болады. Себебі 85 000 теңгенің 5% социальное отчисление, яғни әлеуметтік төлем. Үшінші бетке өтеміз. Үшінші бетінде обязательное социальное медицинское страхование в свою пользу дегенге 5950 теңге деп жазамыз. Яғни медстрахование. Бұл МЗП-ның 1,4%-ның 5%. 1,4-ке көбейтіп, соны 5%-ке шығарсақ, 5950 теңге шығады. Және обязательный пенсионный взнос работодателя деген төлем бар, оған 2125 теңге деп көрсетеміз. ИП қай жерде тіркелген, соны көрсетеміз. Мен жағдайымда Арыс қаласы 5817 деген кодты таңдаймыз. Және астына пропискасы қай жерде, соны таңдаймыз. Мен жағдайымда Арыс қаласы пропискасы сол жерде болғандықтан тура соны таңдаймын. Бірінші приложениеға өтеміз. Бірінші приложенияның екінші бетіне өтеміз. Екінші бетінде 200.01.011 деген строканы толтырамыз. Начисленные доходы, из которых исчисляются обязательные пенсионные взносы работодателя дегенге 85 000 теңге деп қоямыз. 3 айға бірде 85 000 теңге. Заявляемый доход дегенге 2125 теңге деп жазамыз. Келесі толтыратынымыз 17-ші строканы толтырамыз. Соцотчисление. Доходы дегенге 85 000 теңге деп жазамыз. Және свою пользу дегенге 4250 теңге. Яғни 85 000 теңгенің 5%. Үшінші страницасына өтеміз де, мына жерге 119 000 теңге деп көрсетеміз. Неге? Себебі 85 000 теңгенің 1,4 коэффициенті. Осы доход болып саналады. Сақтаймыз. Проверить заполнение. Ошибка шықса, төмен жағынан көреміз. Мына жаққа 85 000 теңге дегенді жазамыз. Сақтаймыз қайтадан. Тексереміз, ошибка жоқ дейді. Отправить ОГД дегенді басамыз. Выберите файл деген қайтадан ЭЦП ключ қай жерде екенін көрсетеміз. ЭЦП-ның паролін тереміз. Бітті. Отправка успешно завершена деген сөз, сіздің отчетыңыз кетті деген сөз. Осымен болды. Егер пайдалы болса, каналға жазылып қойыңыз, лайк қойыңыз. Тағы да пайдалы видеолар шығатын болады. Назарларыңызға рахмет.